Көп адам шөп шайды денсаулыққа пайдалы, зияны жоқ деп ойлайды. Бірақ кейбір шөп шайлар егер дұрыс қолданылмаса, керісінше бауырға у болады. Оны көп адам білмейді. Неге дейсіз бе? Біздің бауыр ағзадағы барлық уды сүзіп, зиянсыз етуге жауапты. Ал кейбір өсімдіктердің құрамында табиғи болса да улы заттар болады. Егер сол шөп шайды ұзақ уақыт ішсеңіз, бауыр оны қайта-қайта сүзіп, ақыры шаршайды. Осыдан барып, бауырдың жасушалары зақымдана бастайды. Мысалы, кольфри деген өсімдік бар. Кейбір шөп қоспаларында кездеседі. Оның құрамында перолизидин деген зат бар. Бұл зат бауырға ауыр зақым келтіреді. Тіпті циррозға дейін апаруы мүмкін. Тағы бір мысал шайқурай, яғни зверобой. Бұл шөп жүйкені тыныштандырады дейді, бірақ ол бауыр ферменттерін бұзады. Оның үстіне не дәрілермен қақтығысып, бауырды әлсіретіп жібереді. Осы секілді полин, жолжелкен, бөрі қарақат сияқты шөптерді дұрыс пайдаланбаса, бауырға ауыр тиеді. Тағы бір үлкен қате, адамдар шөп шайды бірнеше апта, тіпті айлап ішеді. Ол дұрыс емес. Шөп шайды белгілі бір уақыт қана, яғни курспен ішу керек. Мысалы, бір апта, сосын міндетті түрде үзіліс жасау керек. Ал шөп шай ішіп жүрген адамдардың бойында мынадай белгілер байқалса, яғни оң жақ қабырға астында ауырлық, шаршау, тәбеттің жоғалуы, несептің қараюы немесе терінің сарғаюы байқалса, бұл бауырдың әлсірегенінің белгісі. Сондықтан кез келген шөп шайды ішпес бұрын ойланыңыз. Ол табиғи болса да дәрі сияқты әсер етеді. Дұрыс қолданса ем, артық ішсе у. Егер бұл ақпаратымыз пайдалы болса, денсаулығыңызды бірге сақтап, пайдалы кеңестерді қалт жібермей отыру үшін арнаға жазылып қойыңыз. Алда әлі талай маңызды тақырыптар болады. Осымен видеомыз аяқталды. Келесі видеода кездескенше аман сау болыңыздар. Дендеріңіз сау болсын. Ақпаратымыз пайдаларыңызға жарасын.